осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын рогалик жасаймыз. Ыдысымызға ұнымызды саламыз, оның үстінен 100 грамм шекер саламыз. Ашытқымызды саламыз, 1 чай қасық. Ертілген сармай саламыз. Мен ертіп дайындап қойдым, осылай ыдысымызға салып. Енді қопсытқыш саламыз. 1 чай қасық ванилин саламыз. 1 чай қасық тұз салып, жылы сүтімізді құямыз. 1 стакан сұйық май құямыз. Енді 3 штук жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды ашытуға 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз осылай болып көтерілді. Енді қамырымызды шетінен алып, бөлшектерге бөлеміз. Осылай зуалаймыз, кішкентай қылып зуалап шығамыз. Енді оқтаудың көмегімен жайып, осылай видеода көрсетілгендей қылып жасасаңдар болады. Ішіне мен повидло салдым, вареный сгущенка қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған пешімізде дайын болған қамырымызды пісіріп аламыз. Рогалигіміз дайын болды. Жасап көріңіздер.